Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін өте дәмді шоколадты кекс дайындайтын боламыз. Жасалу жолы өте оңай. Сол себептен осы рецептімен дайындап көріңіз, еш өкінбейсіз. Бізге керегі 4 жұмыртқа. Үстінен қантты саламыз, жақсылап араластырамыз және де одан соң сұйық майды құямыз. Тағы да жақсылап екеуін бірге қозғап аламыз. Енді үстінен какаоны саламыз, тағы да араластырамыз. Одан соң ұнға 1 қасық разрыхителі салып, екеуін бірге араластырып, одан соң осы сұйық массамызға қойып, біркелкі етіп, біріккенше араластырып алатын боламыз. Бізде осында масса шығады. Енді өзімізге керек форманы алып, астын майлап аламыз, одан соң құйып шығамыз. Және де 180 градуста 15-20 минут шамасында пісіріп аламыз. Енді пропитка дайындаймыз. Ол үшін бізге сүт қажет, одан соң қант. Екеуін бірге жақсылап ертіп алатын боламыз. Одан соң қантымыз ергеннен соң 1 қасық какаомызды саламыз. Енді тағы да жақсылап араластырып, екеуін дайындап алатын боламыз. Біздің кексіміз пісті. Енді ыстық күйінше осылай ыстықтай сүтті құямыз. Жақсылап осылай барлық жеріне жеткізіп шығамыз. Енді 10 минутқа қалдырып қоямыз. 10 минут өткеннен соң осылай төңкеріп аламыз. Сонымен біздің кекстеріміз дайын. Бетін қалауыңызша әсемдесеңіз болады. Осылай сахарны пудра сепсеңіз, немесе шоколадты ертіп жақсаңыз болады. Міне арасы осындай болып шығады. Влажный кекс болады. Бұл өте дәмді, міндетті түрде жасап көріңіз, еш өкінбейсіз. Және де видеоның соңына дейін көрген болсаңыз, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.